Барлығыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін таңғы асқа жұмыртқаны майсыз тамақтанып жүрген қыз-келіншектерге арнап пісіреміз. Бізге керегі сита осындай, және де табаға суды құйып, астын жағып, суы қайнамай тұрғанда осындай жұмыртқамызды жарып, тұз бұрышын дәміне қарап салып аламыз, және де қақпағын жауып, газдың астын орташа етіп қойып, бақылап отырып шамамен 3 минуттың ішінде жұмыртқаны пісіріп аламыз. Және де бақылап отыруды ұмытпаңыздар, өйткені суыңыз тасып кетуі мүмкін. Осымен біздің жұмыртқамыз пісті. Осындай слайсыйдың үстіне жұмыртқаны қойып, таңғы асқа немесе түскі асқа пайдалансаңыз болады. Және де біздің ситамызды екінші рет жұмыртқаны пісіруге пайдаланамыз. Осылай екінші жұмыртқамыз да пісіп шықты. Бізге күніне азанғы немесе түскі тамақтануға жұмыртқаны 2 данадан пайдаланамыз. Біздің жұмыртқамыз пісті, өте дәмді болып шықты. Сіздерге осындай жұмыртқаны күніге пісіріп жеуге ұсынамын. Бұл дұрыс тамақтану кезіндегі жұмыртқа пісіру әдісі болатын. Ал енді ситаны жууға көшеміз. Менің каналымда қысқа шортс видеода осы жұмыртқаны пісіріп қойған видеом болатын. Ол қаралымы миллионнан асып кетіпті, және де көбісінің сұрағы осы ситаны қалай жуамыз, және де өте ұзақ уақыт немесе тастай салуға болады деген пікірлер салған болатын. Осы пікірге мен осы видеоны арнап отырмын. Бұл ситаны мен 5 минутта жуып қойдым. 5 минутқа жетпеді деп айтсам да болады. Ең алдымен осы губканы, ситаны губкамен жуып аламыз, және де менде осы Фаберликтің плитамен духовка жуатын құралы бар. Осыны жаңағы ситамызға құйып, шамамен 2-3 минутқа қалдырамыз, және де содан кейін губкамен жуып алатын боламыз. Достар, бұл ешқандай жарнама емес. Мен күнделікті үй жағдайында осы құрылғыны пайдаланып келемін. Өте ұзақ жылдары плитамен духовкаларды, қазанды осы құрылғымен жуамын. Және осы ситамызға құйдық, біраз уақыт ұстадық. Енді осындай ескі зубной щетканы пайдаланып, алдыңғы кірленген, ластанған жерлерін жуып аламыз. Өйткені біздің жұмыртқадан қалған ізі кетуі оңай. Шеткі осындай қол жетпейтін, губка жетпейтін жерлерін тіс щеткасымен осылай алдымен тазалап аламыз. Мына ситаның жууы өте оңай емес болғандықтан, мына құрылғы араларына кіреді, біраз уақыт тұрғаннан кейін ол тазалайды. Губкамен осылай жуып аламыз. Егер кетпей жатқан болса, қазан қырғышпен де тазалап алсаңыз болады. Менің ситам алдыңғыдан да қарағанда өте таза, жылтыр, әдемі болып шыққан. Сіздер осылай кез келген үйдегі, үй жағдайындағы ыдыс жуатын немесе плита жуатын құрылғыларыңызды қойып, біраз уақытқа қалдырсаңыздар, осындай нәтиже береді деген сенімдемін. Мен мына жерде қазан қырғыштан қалған темірлерді алып тастадым, және де осымен болды. Біздің ситамыз өте таза болды. Нәтижесі өте керемет. Барлығыңызға осы әдіспен жұмыртқаны пісіріп, ешқандайда ситаны кірлеп аламын деген ой болмасын деген видео болып тұр бұл. Барлығыңызға менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қазақша контентті қолдап кетулеріңізді сұраймын. Келесі кездескенше, хош сау болыңыздар.